Қазақтың бас ақыны, қазақтың маңдайдан өткен жарық жұлдызы, қазақтың дарасы мен данасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай ұйымдастырылған поэзиялық эстафетаны өз әріптесінен аса зор құрметпен қабыл алды. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жібек жүрекке жылтиып, теп-тегіс жұмыр берсе айналасы, бүтін сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көп надан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, әуелі аят, хадис сөздің басы, қосарды бәйтсін ал келді арасы, қисынымен қызықты болмаса сөз, неге айтсын пайғамбармен құналасы, еште құптанып қаңғыламасы, мінәжат уәлилердің заңналасы, бір сөзін бір сөзіне қиыстырар, әрбірінің келген сөз шамасы. Өлеңге әркім нақпар таласы, сонда да бар олардың таңдамасы, іші алтын сақтығымыз сөз жақсын,